Ең алдымен қамырымызды 4-ке бөліп жайып, осылай тесіп шығамыз, кремі жақсы сіңу үшін. Одан кейін бұны пісіреміз. Қожымыз піскеннен кейін тез арада қағазын алып, кесіп алу керек, әйтпесе ол қатып қалады. Осылай түп-түзу қылып кесіп аламыз. Піскен кезде мынандай крошкалар қалады, оны алып қаламыз, қазір керек болады өйткені. Осыларды езіп, медовыйдың бетіне себеміз. Осылай естіп аламыз, езіп. Қазір медовыйдың бетіне себу үшін. Міне барлығы дайын болды. Бізде 4 слой. Қазір енді крем жағамыз. Кремге біз мынандай қаймақты 20%-тік және шоколадный кремді қолданамыз. Ал енді бірінші крем шоколадный жағып аламыз. Ал енді үстіне қаймақ жағамыз. Екінші корж үстіне қойып, крем жағамыз. Міне осылай әр слойға жағып шығамыз. Осылай шеттеріне де жағып шығамыз. Одан кейін жаңағы езген қалдықты үстіне себеміз. Медовыйымызды үй температурасында таңертеңге дейін қоямыз. Сонда ол жұмсарып, кремі сіңеді. Сол кезде тағы көрсетемін.